Сәлем баршаға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай варене қосылған пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Жасалуы өте оңай, көп уақытты ұстамайтын, песочный әдемі болып шығады. Алдымен құрғақ таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстінен қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді бөлме температурасындағы сары майымызды алып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Майымызды араластырып болдым. Енді 1 шай қасық разрыхитель және де ұнымызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Мен ұнды 2-3 бөлікке бөліп салдым. Ұнның қалған бөлігін салып, қолмен жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламын. Бізде осындай жұмсақ, жылтыр қамыр пайда болды. Бұны пленкаға салып, холодильникке 10-15 минутқа қойып қоямын. Осымен қамырымызды алдық. 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуін үлкендеу, біреуін кішірек қылып, дөңгелектеп алып, жайып шығатын боламыз. Бірінші жайған қамырымды формамыздың ішіне жайғастырып алдым. Менде форма 24 см. Тестаны жайғастырып алдым. Енді үстінен алдын ала өлшеген варенені салатын боламын. Жем салсаңыз да болады, қатты сұйық болмау керек. Екінші қамырымызды жайып алып, осылай видеодағыдай етіп, ұзыннан жіңішкелеу етіп кесіп аласыздар. Тесталарым бөліп болдым. Енді бұны форманың ішіне жайғастырып шығатын боламыз. Қамырларды жайғастырып алдым. Енді пешіңіздің ыңғайына қарай 180 немесе 200 градуста пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Жасалуы өте оңай. Бірден кеспеңіз, суыған соң барып кесіңіз. Ас болсын.